сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Төлекова Гүлжан Қажымұратқызы. Сіздермен бірге оқитын пәніміз академиялық жазылым, академиялық хат пәні. Бүгінгі таңда еліміз білімге, ғылымға ден қойып жатқан кезде осы 4-5 жылдың айналасында академиялық хат пәнін оқыту қолға алынып отыр. Сондықтан да біздің негізгі мақсатымыз бүгінгі таңда жаңадан шығып жатқан, айтылып жатқан ғылыми жаңалықтарды жүзеге асыру мақсатында сіздерге белгілі бір ғылым саласында белгілі бір тақырып төңірегінде жаңалықтар іздестіруге және соны 4 жыл бойы білім алған кезде дипломдық жұмыстарға, курстық жұмыстарға, болашақта магистрлік диссертацияларға айналдыруға негіз болады. Бұл академиялық жазылымның негізгі мақсатында сіздердің назарға аударатындарыңыз Елдібай Оспанов ағаларымыздың академиялық хат деген академиялық жазылым деген кітабы бар. Ыбырайым ағаларымыздың стилистика және редакциялау деген оқулығы бар. Сонымен қатар Коротинаның академическое письмо деген кітабы бар. Сонымен қатар Кувшинская мен Коротиналардың біріккен авторлық негізде жасалған оқулығы бар. Осы оқулықтардың негізінде сіздер танысасыздар және ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізесіздер. Біздің академиялық пәніміз сіздерге не береді? Жоғарыда көрсетіп отырғандай, академиялық пәннен сіздер 10 түрлі қадамды негізге аласыздар. Өздерің осы оқып отырсаңыздар, яғни публикалық байланыс, ғылыми мәтіндерді негізге алып оны түсіну, баяндауды үйренесіз, қорғауды, дағдыланасыз қорғауды, кітабистикаді сөйлеуді үйренесіз, ғылыми стилдің ерекшеліктерін ұғасыз, қажетті ғылыми материалдарды шолуды, дұрыс пайдалануды, цитирование жасауға, белгілі бір синопсистерді жасауға, академиялық мәтіннің фокусы қайда, сол академиялық мәтінде белгіленудің жасалған негізгі методикалары, өзіңіздің Әлішан ағаларыңыздың академиялық жазудың барысындағы академиялық жазуға дейінгі дағды, жазудан кейінгі дағды, жазу кезіндегі дағды деген дағдыларды қалыптастырасыздар. Сол стильдік жанрларды ажыратасыздар. Жазылып отырған ғылыми мақалалардың негізінде құрылатын ғылыми стильдердің ерекшеліктерін, сонымен қатар Коротинаның беріп отырған академиялық жаңағы видеоматериалынан сіздердің танып білетіндеріңіз қазір видеоматериал қосылмай тұр. Бұл көрсетіп отырғандай мына сілтеме негізделеді. Міне осы сілтеменің негізінде видеоматериалды қосып көруге болады. Әйтсе де қосуға болады. Қазір мына видеоматериалдың негізінде академиялық хаттың ең қызық жері синопсистерді қалай қою керек. Синопсисті кіріспе бөлімінде, негізгі бөлімінде. Смотрите, одна плоскость, вторая плоскость, третья плоскость. Когда у вас есть два измерения, это уже плоское, плоский текст. Сюда относится, как я пишу. То есть язык, организация текста, абзаца, предложения, синтаксис, презентация, стиль, грамотность, все. Все вот это, как написан текст, каким языком он написан. Собственно, языковое выражение. И вот это измерение критическое, оно и считается у Билла самым важным. Это и есть ответ на вопрос, зачем я пишу. Что я пишу, следует из культурного измерения. Как я пишу, операциональное. Зачем я это все пишу? Потому что мне есть что сказать. Есть чем поделиться прилюдно на публике, грубо говоря, своего спектра исследований, который плоскость, лежащая между культурным и операциональным. То есть я пошел в библиотеку, как было предложено, начитался там разных мыслей, много-много, а потом в тексте изложил, кто чего сказал по этому поводу. Причем я ни за что не ручаюсь, своих мыслей по этому поводу не имею, и правильное слово «реферат», как любой реферативный источник, а что такое реферативный источник? Который относит вас к первоисточнику. Скажите, пусть, будут
часть 2 с 8 по 13 и часть 3. өздеріңіз көріп отырғандай академиялық Вот фокус – это то, что проходит. өздеріңіз көріп отырғандай мысалы негізгі бөлім, қорытынды бөлім, сосын яғни мынау тезис деп аталады. Мына тезистер егер де сіздің мақалаңыз 10 беттен 15 беттен артатын болса, онда сол тезистердің ішінен 3 негізгі тезисті таңдап алу керек. Соны айтады. Одан кейін осының барлығын міне фокус деп көрсетеді. Алмаз внутри вашего текста, как бы это сказать, который движет его весь, он собирает, отражает в себе весь текст в одной фразе, максимум в 2. Где находится тезис? Конечно, во введении. Где? Міне, сіздер өзіңіз көріп отырғандай, осы каротинаның беріліп отырған материалдарын игере отырып, Гриннің моделі бойынша сызбаларды ескеріп, сол сызбалардың нәтижесінде құрылған слайдтарды меңгере отырып, бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі мақсаты неге құрылғандығын анықтап білесіздер. Сонымен қатар бұл пәннің негізгі болашағы сіздің 4 жылға алатын біліміңізге негізделіп, белгілі бір ғылым саласын, белгілі бір тақырыптарыңызды жүзеге асыру болып табылады. Сондықтан да келесі сабағымызда ғылыми стиль және оның ерекшеліктері туралы тоқталамыз. Көп рахмет, бірге болайық. Аман болыңыздар.